Сондықтан қорқыту, мысалы, сол қорқытуда эмоция да көрсеткен жоқ олар. Эмоция көрсету сахабалардың мінезі емес екен. Мен сенен қорықпаймын, не деп тұрсың, өлтірсең өлтір деп сөйлеген адам да жоқ ол жерде. Бірақ жаңағы шынайы қадамында жымиып тұра қалу, өз таңдауында қалу, жұлқып кете ма, сырқып кете ма, ол проблема емес ол. Әлемдерден қорықпайды, болды. Бірақ не істеп тұрсың деген эмоцияны жасамаған. Сізде де сол болу керек. Өйткені сіз бұрынғы өміріңізде жаңағы не деп тұрсың деген сөзге үйреніп қалғансың. Оны таста деп отыр сізге пайғамбарымыз салам, исламды білдіресің дейді бір күні. Сосын жүреміз артыңды тазалап, дін деген бұндай емес деп, сол бүкіл өзі халық та соны күтіп отыр өзі. Іштерінде біреу қателессе екен деп. Исламға жау жіберейік түгел Мұхаммед пайғамбарымен қосып, айттық қой бұл дұрыс дін емес деп. Сондықтан олар сол тұрғыдан парасатты болған. Эмоциялар деген ең басты күш ішіңде тұр. Таңдадым. Ауыр сөз сөйлей ма, жынды дей ма? Пайғамбарымыз салам қарайды, жынды деп отыр оған. Пайғамбарымыз оп-оңай отыр. Әйтпесе сол күллісі жиналып әскерін алып келсе де қорқайын деп тұрған адам емес. Сондықтан қорықпайтындығыңызды сөзбен немесе эмоциямен дәлелдемеңіз. Ол Құранның жолы емес. Өзіңіздікінде қалыңыз, болды. Алла мен елшісі осы тура жолда екеніңіз, сондай тұрғыдан ұстану керексізді қоғамда. Міне қорқытты оларды. Өздеріңіз білесіздер пайғамбарымыздың өмірбаянынан қандай шаралар жасалған. Біреулерін әкеліп, біз мысалы қайта ондай біз нығметтеміз қазір бар ғой. Сол себепті біз бір-бірімізден ұрысып, бір-бірімізді түсінбей жүрген. Біз деген қиындықты да көрмегенбіз. Бізден бұрынғылар бәлкім көрген. Ол сахабалардың біреуі мынандай ыстық шоқ, жанып атқан шоқты, жаңағы дүниені түпкі мақсат тұтқандар былай істеген. Осының арқасын шоққа басайық та, мына шоқты арқасымен өшірейік те деген. Қалай өшіреді дегенде, оның терісі қазір күйеді, сосын су ағады ішінен, сөлдер. Сол сөлдермен өшсін деген осындай нәрсеге дейін жасаған. Сіздің қайсысы бірімізге ондай жасапты? Сен ойла, бұл дін қалай келген басында? Сондықтан құртып алмайық оны. Сол арқасы әппақ, түп-түзу болып қалған. Мысалы Хубаб. Омар кейде арқаңды көрсетші деп тұратын халифа болған кезде арқасын көріп, Омар жылағысы кеп, қандай жолдармен келді, осы күндерге қандай жолмен жеттік біз деуші. Сондықтан соны ойлаңыз.